Ең бірінші қарбыздың пайдасы мен зиянын айтпас бұрын қарбыздан уланып қалмау үшін не істеу керек? Әуелі осы тақырыпты қозғайтын боламын, сондықтан видеоның соңына дейін міндетті түрде қараңыздар. Егер менің YouTube каналыма тіркелмеген болсаңыздар, міндетті түрде тіркеліп қойыңыздар. Мұнда көптеген пайдалы ақпараттар бар. Бақша дақылдары әсіресе пестицидтермен емделген болса, бойына нитраттарды жинауға бейім болады дейді мамандар. Егер құрамында осы заттектері көп қарбызды жесе, оның белгілері 4-6 сағаттан кейін біліне бастайды. Егер нитраттармен уланған кезде ешқандай шара қолданылмаса, денсаулыққа айтарлықтай зиян келтіру қаупі бар. Нитратпен улану белгілері: жүрек айну, диарея, іштің ауыруы, дене қызуының көтерілуі, буындардың әлсіреуі және ауырғанынан ажыратуға болады. Алғашқы белгілер білінісімен дәрігерге жүгіну қажет. Дәрігерлер келгенге дейін науқас энтеросорбенттерді, мысалы белсендірілген көмір қабылдап, көп мөлшерде су ішуі керек. Сонымен қатар тыныштықты қамтамасыз етіп, оның жағдайын бақылау керек. Егер улану белгілері жүкті әйелдерде, қарттарда немесе 12 жасқа дейінгі балаларда байқалса, бірден жедел жәрдем шақыру керек. Өзімізді қарбыздан уланудан қалай қорғауға болады? Қолданар алдында қарбызды жақсылап жуу. Суық суға жарты сағатқа салып қою. Қарбыздың қабығының жанындағы мәйегін жеуге болмайды. Өйткені онда нитраттар ең көп мөлшерде жиналады. Сатып алып жатқан кезде кесу улануға қауіп тудырады. Қарбыз жерде өседі, сатылатын жерге дұрыс тасымалданбайды. Дамушы микроағзалар кесілген жерге түседі. Сатушылар мен сатып алушылардың қолдарының жуылмауы да улану қаупін арттырады. Қарбыздың құрамында нитрат бар жоғын тексеру керек. Ол үшін оны жеудің алдында мәйегінен кесіп алып, бір стақан суға салып қою керек. Егер су лайланудың орнына қызғылт түске айналса, онда оның құрамында нитраттардың көп екенін білдіреді. Жеміс сатып алғанда қабығының бүтіндігіне назар аударуды ұсынамыз. Қарбызды қайдан және қашан сатып алмаған жөн? Өзіңді ішек инфекцияларынан қорғау үшін қарапайым санитарлық гигиеналық ережелерді сақтау керек. Ашық базарлардан сатып алудың қажеті жоқ. Бақша дақылдарын сату үшін бөлінген орнын қоршалып, күн мен жаңбырдан сенімді қорғалуы тиіс. Сату нүктесі шатыр астында болу керек. Онда қарбыз бен қауын биіктігі кемінде 20 см болатын арнайы түп қоймаларда сақталу керек. Жол бойында жидектер сатып алмаған жөн, өйткені жиналғаннан кейін қарбыз дем алуды жалғастырады. Сондықтан ол автомобиль шығаратын газдарда кездесетін ауыр металдарды бойына тез жинайды. Қарбыздан уланудың белгілері. Қарбыздан улану әдеттегі тамақтан уланудан ерекшелігі аз. Егер улану химиялық заттардың болуына байланысты болып, өнім нитратты болып шықса, белгілер 2-3 сағаттан кейін біліне бастайды. Іштің ауыруы жиілейді. Инфекция тез таралып, аз уақыттан кейін іші өтіп, адам құса бастайды. Науқастың жағдайы нашарлайды, әлсіздік пайда болып, қалтырап, әдетте балаларда дене қызуы көтеріледі. Вирустық ішек инфекциясы кезінде белгілер 5-6 сағаттан кейін пайда болады. Жағдай нитраттармен уланғандағыдай қауіпті болмайды. Қалай уланудың алдын алуға болады? Қарапайым тамақтан улану ықтималдылығын болдырмау үшін кез келген жеміс жидек сатып алған кезде келесі негізгі ережелерді сақтау керек. Қарбыз немесе қауын сатып алғанда қабығының жарықсыз, сызатсыз және майыспай бүтін болуына назар аудару керек. Жемістерді тасымалдау кезінде жиі лақтырады, қабығының жарығы арқылы бактериялар ішіне кіріп кетуі мүмкін. Ал майысқан жерлері көбінесе қарбыздың мәйегінің қышқылдануына әкеледі. Кесілген жидектерді сатып алуға болмайды. Қарбыздың сыртындағы лас пышақпен кескен кезде мәйегіне оңай түседі. Сатып алған жерлерде жуылмаған жемістерді тұтынбаңыз. Жидекті келесі күнге қалдырмай бірден жеп қойған жөн. Өйткені шырынды мәйегіндегі қанттың көп болуы оны бактериялар үшін құнарлы ортаға айналдырады. Егер қарбыз немесе қауын желінбей қалса, кесілген жерді тағамға арналған үлдірмен жауып, тоңазытқышқа шикі азық-түліктен, жұмыртқа және шикі еттен бөлек қою керек. Жемістің мәйегін қабығына дейін жемеген дұрыс. Қарбыздағы нитраттар біркелкі бөлінбейді. Олар қабығы мен жеміс сабағына көбірек жақын болады. Сондықтан балаларға жемістің ортасындағы мәйегін берген дұрыс. Бүгінгі қарбыз жайлы пайдалы ақпарат сіздерге пайдалы болды деген ойдамын. Келесі видеода қарбыздың пайдасы мен зиянын айтатын боламын. Сондықтан арнадан алыстамаңыздар. Ем болсын.